Assalomu alaykum hurmatli Inside Volleyball KZ YouTube arnasының көрермендері. Біз Жетісу облысына келдік. Талдықорғанда екінші үлкен тур қыздар арасында әрине өтіп жатыр. Және бүгін сіз осы влогта бізде елімізде енді бір өте медиа жағынан дамыған волейболшы қыз бар. Ол әрине Сабина Алтынбекова. Және көбісінің сұрағы комментарийде, біздің арналарда, Инстаграмда, Телеграмда жазылып кетіңіздер айтпақшы, ссылкасы астында болады. Сабина Алтынбекова дұрыс ойнай алмайды деген пікір қалыптасқан. Меніңше бұл пікір дұрыс емес. Ендеше бүгінгі видеода біз қазір Астана және Алматы командалары ойнайды, және Сабина Алтынбековаға осы влогты арнаймыз. Сабина қалай ойнайды, командасында қандай міндеттер атқарады, жалпы командадағы рөлі қандай, соның барлығын көрсететін боламыз. Айтпақшы, Сабина Алматы командасында да ойнаған, сол үшін бұл өте керемет ойын, өте әсерлі ойын болуы мүмкін. Сондықтан біздің каналға жазылыңыздар, Сабина Алтынбекованың бұл ойындағы хайлайттарын көретін боласыздар. Бірінші партия 25-18 есебімен аяқталды. Алматы командасы енді Астананың көп қателігін пайдалады. Есеп 1-0. Қалай болады, көреміз ары қарай. Сабина Алтынбекова, начнем с того, что в принципе она довольно неплохо держит прием, где-то в нападении может, есть у нее тоже, как и у всей команды, есть над чем работать, но в принципе она такой человек, что как бы она команду заводит, она все время на позитиве,
как бы поддерживает, то есть вот она как бы, ну вот, не проваливается так. И, в общем-то, где-то, опять же, есть молодые девочки, которым, как скажем, дисциплину немножко выравнивает. То есть, ну, в таком плане, что она, в общем-то, опытный игрок и поддерживает молодых игроков. Құрметті достар, осылайша ойын аяқталды. Үшінші партияның бір теке-тересіне қарамастан Астана командасы ұтылып қалды. Есеп 3-0. Енді команда жас, команда енді былтыр Астана төңірегіндегі, Астана ішіндегі сол Дюсиша, Астана волейболына баратын жас волейболшыларын құралған. Командаға әлі өте көп жұмыс жасау керек, жаңа бапкер. Бірақ енді әр қазағым жалғызым дейді ғой. Ешкімге сынамаймыз, ешкімге ештеме айтпаймыз. Сабинаның Астана командасында ойнауы бұл маусымды командаға бір ақпараттық қолдау көрсетеді. Өйткені Сабинаның барлық жерде таниды. Былтырлар Индонезияда ойнаған кезде де көп СМИлар жазған болатын ол туралы. Сабинаның командада болуы бұл әрине командаға, команданың басшылығына өте жақсы көмек. Осы Сабинаға қарап, Сабина кейсіне қарап, жалпы жас қазақ қыздары өзін қалай ұстау керек, өзін қалай осы медиа трансляцияда жұмыс жасау керек, соның барлығын үйренеді. Сол себептен байқайық, бұл ғана тек қана екінші тур, алда тағы да осындай бір кіші тур, бір үлкен тур, сосын төртінші аяқталатын тур болады. Бұл жерде енді Астана әрбір ойын сайын керемет деңгейлері өспесе де, бірақ прогресс байқалады. Сол себептен бұл влогты міндетті түрде бағалап, пікір жазып, лайк басып, біздің каналға кіріп келіңіздер. Осымен біздің влог аяқталды. Қош сау.